Идемісің қызғыртқа, тіздемісің қызғыртқа, әйел болдың амал жоқ, егер еркек болғанда боларың жұртқа бір тұтқа. Мінген атым қызылды, іс тағдырға сызылды, жол қылмаққа дұшпанға батырдың көңілі бұзылды. Бұл байқауға қатыса отырып біз отаны үшін, елі үшін жанын қиған батырлардың бастан кешкен оқиғаларымен танысып, рухани құндылығын жоғары қоя білеміз. Қобландының ерлік істері, Қырқаның сыйластығы және де өзге істері болашақ ұрпаққа және бізге үлкен үлгі өнеге деп есептеймін. Бесікте жатқан баланы қалай уатып тербетсек, балаларды да мектеп жасынан осындай жырлармен, жұмбақтармен, ертегілермен сусындататын болсақ, сол балалар өзінің халқын, отанын сүйетін, болашақтың мықты, жігерлі, еліміздің мақтан ететін азаматтары болып өсетініне кәміл сенімдімін. Менің бұл байқауға қатысқан мақсатым ата-баба жолын дәріптеу және ол жолды ешқашан ұмытпау. Қазақ халқы ежелден ақ фольклорлық жанрға ерекше көңіл бөлген. Соның ішінде батырлар жырын насихаттау мақсатында ұйымдастырылған ұлттық жоба «Тұлпар мініп туалған» жобасының іске асып жатқанына біз өте қуаныштымыз. Батырлар жыры бұл тек қана ерлікті, батырлықты насихаттап қана қоймай, біздің салт дәстүрімізді, әдет ғұрпымызды, көнерген сөздерді, табиғатты барлығын бір-бірімен үйлесімділікпен тауып, өзінің тарихи және көркем құндылығымен оқушыларымызға үлкен жауапкершілікті артатынына сеніміміз мол. Сондықтан да дәл осындай жобалар іске асып жатса, біз шын жүректен қуанамыз. Жарысқан істе топ жарған, қадамы сәтті оң болған, батырлар елі Наурызбай, осындай мықты ел болған.